Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде Қытай мантысының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Әдеттегідей өзіміздің жасайтын мантымыздан өзгеше манты. Өзгешелігі қамырын кәдімгі ұннан илемейміз, крахмалдан дайындаймыз. Ендеше осы мантының жасалу жолы сізді де қызықтырып жатса, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Алдағы уақытта тағы да менің шығатын видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін жанында қоңырау шанында баса кетіңіз. Әдеттегідей мантымыздың қамырынан емес, салмасынан бастаймыз. Салмасына тартылған ет алдым. Мына жерде сиырдың 450 грамм тартылған еті, сонымен бірге салмасына осындай жусай қосамыз және көк жуа қосамыз. Осы екеуін алдыменен жақсылап майдалап турап аламыз. Жусайымыз бен көк жуамызды майдалап турап, фаршымыздың үстіне салдық. 1 шай қасық ас тұзын, 1 шай қасық қара бұрыш салып, қолымызбен жақсылап мыжып, фаршымызды араластырып аламыз. Салмасын осылай жақсылап араластырып алып қоямыз. Енді мантымыздың қамырын дайындаймыз. Мантымыздың ерекшелігі қамырында. Бұл жолы әдеттегідей ұннан илемейміз, крахмалдан илейміз. Ол үшін бірдей мөлшерде картоп крахмалы мен жүгері крахмалын аламыз. Мына жерде менде 150 грамм жүгері крахмалы және 150 грамм картоп крахмалы. Осы екеуін қамыр илейтін ыдысымызға салып, қайнап тұрған суымыздан су құйып алып, 1 шай қасық тұз салып, араластырып, алдыменен қасықпен араластырып илейміз, артынан қолымызбен қамыр илейміз. Бастапқы кезде басы біріңкіремей қиындық туғызады, артынан осындай әдемі әппақ қамыр шығады. Қамырымызды илеп алдық. Қамырымыз крахмалдан иленгендіктен тез кеуіп кетеді, сондықтан да бірден салафан қалтаға салып қоямыз. Қамырымызды нан жаятын тақтайымыздың үстіне алып, қолымызбен осылай шиыршықтап созып, өзімізге жұмыс жасауымызға қолайлы етіп, пышақпенен бөліп аламыз. Кесіп алған қамырларымызды екі алақанымыздың ортасына салып, әуелі домалақтап, осындай күлше қылып аламыз. Күлшелеп алған қамырымызды оқтауменен жайып аламыз.
Жай болған қамырларымыздың ортасына салмасын салып, мантыларымызды түйіп шығамыз. Мантыларымыздың бәрін түйіп алғаннан соң, мантабаркымыздың листісіне май жағып, тізіп салып, қайнап тұрған суда 25 минут қайнатамыз. 25-30 минутта мантыларымыз пісіп дайын болады. Неге мантымыз дайын болды? Қамыры өзгеше мөлдіреген манты шықты. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болайық.